Барлығыңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге ең сәтті шығатын өте жұмсақ булочканың рецептісімен бөлісемін. Ең алдымен жылы сүтке ашытқыны салып араластырамыз. Сосын қантты, ерітілген сары майды және жұмыртқаны салып жақсылап араластырамыз. Кейін онды жаймендеп, бір немесе екіге бөліп, осылай електен өткізу арқылы қосамыз. Бірдестен қосып жіберуге болмайды, себебі қатты болып қалуы мүмкін. Бірінші осылай венчикпен, кейіннен қолмен әдемі жұмсақ қамыр шығарамыз. Қамыр дайын болған кезде осылай пищевая пленкамен бетін жауып, жылы жерге 1 сағатқа қойып қоямыз. Қамырымыз ашып, дайын болды. Енді оны бөліктерге бөліп аламыз. Менде 12 бөлік шықты. Олардың әрқайсысын осылай видеода көрсетілгендей жайып аламыз. Кейіннен үстіңгі жақтан осылай пышақпен кесіп дайындап алсаңыздар болады. Кез келген салманы салсаңыздар болады. Мен осы жолы варенканы таңдадым. Кейіннен осылай қамырмен жақсылап жауып аламыз. Себебі піскен кезде шығып кетуі мүмкін. Видеода көрсетілгендей осылай форма жасаймыз, рогалик сияқты. Бетін 10-15 минутқа жауып қоямыз көтерілу үшін. Сосын барып жұмыртқаның сарысын жағып 180 градуста 25-30 минут пісіріп аламыз. Бізде өте жұмсақ, өте дәмді булочка шығады. Міндетті түрде істеп көріңіздер, сіздерге ұнайтыны сөзсіз, және менің каналыма жазылып қойды ұмытпаңыздар.